Мұны бүгін 25 число кешкі сағат 6-дан 30 минут шамасында бүкіл полиция қызметкерлері, міне кеше Дәурен деген азамат, мен осы кісісіне шағымданып арыз жазғам. Маған қылмыстық іс қозғап, заңсыз протокол толтырған себебінен. Мына Ержан деген жігіт бәрі келіп бір не себептен деген білмеймін. Балам ИВС'те отыр, қашып жүрген жоқ. Мен сіздің қолыңызға қаулыны бердім, таныстырдым, адвокатыңызға айтып түсіндірдім, дұрыс па? Енді сізге мен не себептен сіз именно менің үйімді тексеріп отырсыз? жасырын тергеу амалдары. Жаңа мен барып ровд-да дауысымды қаттырақ шығарған үшін істеп тұрсыз. Мүлдем жоқ. Обратно сіз жаңа маған угрожать еттіңіз ғой. Жоқ, жасырын тергеу амалдары. Бірінші Құдайдың қолында, Құдайдан кейін менің қолымда деп айттың ғой сен, есіңде ме? Айттың ғой. Мен қолымда ол. Мен шешем сенің тағдырың дедім. Мен сіздің тағдырыңыз жоқпын, жалпы. Балам тағдырында, допустим. Мына Дәурен деген жігіт істеп отыр деп ойлаймын осының бәрін. Өткендегі мен берген прокуратураға берген шағым бойынша істеп отқан тірлігі осы енді. Жарайды, құзыреттің бәрі осыларда екен.